Адам өз өмірін жалғастыру үшін тамақ, су және баспана секілді негізгі қажеттіліктермен ғана шектелмейді. Оның табиғаты күрделі. Ол сезіну, түсіну және сұлулықты қабылдау үшін өмір сүреді. Адамның рухы әрдайым биікке ұмтылады. Ол өмірдің мәнін іздейді. Осы ізденістің нәтижесінде өнер дүниеге келді. Өнер бұл адамның ішкі әлемінің айнасы. Өнердің түрлері өте көп. Олармен танысып келейік. Бірінші бұл музыка өнері. Қамажайдан бір талығы айралы, қамажайдан болдым күлкі. Айралып қамажайдан отырғанда келеді, қай жерін мен ойын күлкі. Ахау, хай лилилайым, қамажай, қалдың кейін сәулетайым. Ахау, хай лилилайым, қамажай. Музыка адамның ең көне серігі. Ол әуен адамның ішкі дауысы, оның көңілінің үні. Музыка кейде адамға қуат береді, кейде жұбатады, кейде өткенді еске салады. Ол тілді қажет етпейді, өйткені ол жүректен жүрекке өтетін тіл. Музыка арқылы адам өзін де, өзгелерді де түсіне алады. Ол адамның рухани әлемін тазартатын күш. Және келесі сурет пен бейнелеу өнері көзбен көріп жүрекпен сезінетін ғажайып. Ол адам сезімін, ой-қиялын, арманын бейнелеудің басты құралымына айналады. Суретші бір ғана бояу мен сызық арқылы мыңдаған сөз айта алады. Кенепке түскен әрбір бейне адамның ішкі дүниесінен туған сырлы әңгіме. Және біз оны қазір көре аламыз. Енді би өнері. Би өнері бұл үнсіз сөйлейтін тіл. Әрбір қимыл, әрбір қозғалыс арқылы адам өз сезімін жеткізеді. Би еркіндік пен сұлулықтың тоғысы. Ол сөзсіз әсер етеді, өйткені адам денесі мен рухы бірге билейді. Би адамның ішкі сезімін қозғалысқа айналдыратын өнер. Және біз оны қазақ, Қытай және Әзербайжандардың билерінен көрейік. Saçın ucun hörmezler, gülü sonu görmezler sargen. Енді әдебиет, сөздің өнері. Әдебиет арқылы адам өзін түсінеді, өзге адамның жанына үңіледі, өмірдің мәнін іздейді. Әрбір шығарма адамның ішкі әлемнің туған ой мен сезімнің көрінісі. Өлең жанның үні, проза ойдың тереңдігі. Және драма адамның тағдырын сахнаға шығаратын айна. Енді біз қазақ, орыс және қырғыздың өлеңдерімен танысайық. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақта. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ, бүгін өмір жарқылдап алдар бірақ, ертең өзің қайдасың білемісің, өлмек үшін туғансың, ойлан шырақ. Шаганы, ты моя шаганы, потому что я с севера, что ли, я готов рассказать тебе поле про
аябаса мейірім төккөн күлкүсүн, анан кимдир сүйгөн жандан чүнчүсүн, а мен сени айдан дагы кызганам, суга түшүп калабы деп түнкүсүн. Қорытындыға келей, өнер адамды көкке жеткізеді дегеніміз, ол адамды рухани биікке көтереді, оның жанын тазартуға, өмірдің мәнін ұғынуға жетелейді. Өнер бар жерде сезім бар, рух бар, өмір бар. Өнер адамды ғана емес, тұтас қоғамды өзгертейді. Өйткені өнер адамзат рухының мәңгілік шамы, ол ешқашан сөнбейді. Сондықтан өнер адамды тәрбиелейтін ең ұлы ұстаз. Ол бізге сұлулықты сезінуді, жақсылықты аңсауды және өмірді бағалауды үйретеді. Өнер адам мен аспан арасындағы рухани көпір. Сол себепті өнер адамды көкке жеткізетін күш.